Саламатсыздар, құрметті құда-құдағайлар. Қош келдіңіздер деп жатырмыз. Ал енді мына келген құдалар ақ батасын берді. Осында енді Амангелді ағам келмей жатыр. Бір-екі әлден кейін келетін шығар деп едім. Енді құдаларға қош келдің деген сөзді осындағы үлкен анамыз Аманша апамызға. Жоқ құдалар кейін, сіз енді тойдың осы жердегі үлкеніміз болып тұрсыз, Амангелді ағамыз келмеді. Қош келдіңіздер, шаршамай келдіңіздер ме деген бір жақсы тілекпенен құдаларға бір ауыз тілек өзіңізден болсын апа. Ал құдалар, қош келдіңіздер. Құда. Тегдің. Мен апам бір жақсы тілегін айтып жіберсін, құдалармен амандасып алсын, содан кейін ары қарай ақ тілектермен жалғастырамыз. Мінеки апа. Ал құда-құдағилар, тойға келген қадамдарыңыз құтты болсын. Немере екеуің екі жаққа бірдей қой. Сіздерге де немерелеріңіздің сендер тойы, сендер қана тойы құтты бола берсін. Әрдайым осы немерелеріңнен шөгере көріп, үлкен шал кемпір болып жүре беріңдер. Тойларың той қыласың. Мына салтанатпен әмір тойлары құтты болсын жаным. Осы ұяға қылдық яға қондырып солардан немере шөгере сүйіп, үлкен ақсақалды тартысты шал болыңдар. Ағайын туыс жегжаттың бар құда жегжаттың келсе осындай ақ дастарханға, той дастарханға жиналсын. Тойларың той қыласын. Рахмет. Апамызға бір ду болсам қошемет болсын. Рахмет апа, тілектеріңіз Алла қабыл етсін. Ал енді алдымыздағы берғаннан дәмнен алыңыздар. Енді мынау той басталды, ортаға вальс билеуге де болады. Былай да билеуге болады. Бүгін қуаныштымын ғой енді Әбекеңнің отбасындағы. Сондықтан енді мынау Әсет ағамыз бен Шәмші ағамыздың әндерінен бір попурри болсын кәдеке. Baykalmaydı
Ал енді құдалар, құдағилар, мынау енді Аманжағанның, апамның керемет батасымен ақ тілегінен кейін енді кезек сіздерге келді. Құдеке, құда, төрде құдалар, негізі мына үлкен апаларымызға береміз ғой дейме? Осы кісілерден бастайық. Ал енді құдағилар, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Әрқашан отбасыларыңыздан бақ берекелі, жақсы күндер беттесін. Анау Тұрмағанбет атамыз бір сөзінде былай деп айтады. Шиелі қызығы шомылып тергеліп қанша, тәтті тамақ қызығы қарынға барып баққанша, мергендіктің қызығы көздеген аңын жұққанша, ол мен қыздың қызығы кеудеңнен жаның шыққанша деп. Сол кеудеден жан шыққанша мыңжылдық құдалықтарыңызды жалғастырып, үлкен шаңырақтан және бір үлкен шаңырақта өздеріңіз болып, мұражат болып, ұйымдасып, мінекей солардан өсіп-өнген ұрпаққа ақ тілек айтуға келіп отырсыздар. Әрқашанда осындай жақсы күндеріңіз көп болып, кендеріңізге Алла саулық беріп, ортада үлкен ана болып, үлкен әке, ата болып, ақ баталарыңызды беріп жүре беріңіздер. Олай болса, апалар, ақ тілекті кешегі өздеріңізден бастайық, кәдеге келіңіздер келе. Ал міне жиналған ағайын туған бауырлар, бәрімізде міне менің шөберемнің тойына келіп отыр екенсіңдер. Алла осындай күнге жеткізсін. Балдарымыз бақытты болсын, еліне елеулі, халқына қалаулы болсын, ырысқа несібелі болсын. Дүнияға жаңа келіп жатқан немеремнің де бауы берік болсын, шөберемнің бауы берік болсын. Әйтеуір бәрі аңсаған армандарына жетсін, дегендеріне жетсін. Ата-анасы, әжесі, атасы бәрі аман болсын. Ел халқымыз, ағайын туған туыс аман болсын. Нанымыз көп болсын, уайымымыз жоқ болсын. Алла осындай күнге жеткізе берсін. Несібелі болсын, бақытты болсын барлығы да. Барлық күндер менің десі бақыттың ішінде дейді ғой, Алла сол бақытты болсын. Бәріне де осындай күн жұғысты болсын, ағайындар. Құрметті тойшы қауым, құда-құдағилар, ағайын туыс бауырлар, бүгін міне қайнатамыздың жиен-шары сүндет етіліп, сүндеті құтты болсын. Және бір жиен-шары дүниеге келіп жатыр екен. Дүниеге келген нәрестенің бауы берік болсын. Ата-анасының алдында, ата-әжесінің алдында, ел халқының алдында жақсы азамат, азаматша болып өсе берсін. Жақсы күндері көп болсын, тойлары көп болсын. Ағайын туғандарының ауыз бірліктері мықты болсын. Келіп жатқан қонақтардың барлығының аяқтарына гүл бітіп, тілеген тілектердің бәрі қабыл болсын. Соған біз тілектеспіз. Жақсы елдің азаматы, азаматшасы болып жетісе берсін. Құрметті тойшы қауым, тойларыңыз құтты болсын. Балдарың бақытты болсын. Қос немеренің тойлары құтты болсын. Келген адамдарымыз құтты болып, енді жаңда сіз бізіміз күшті болып, той деп қатынаса берейік. Ал құдағи, мына бүгін балдарыңызды мұсылман болып жатсындар. Мына дүниеге келген сәбиеміз бар. Екі тойымыз сабақ болып жатыр, құтты болсын. Сол балапандарымыздың 10 жастар ұзақ дендері сау болсын. Ата-анасының, ата-әжесінің алдында осы әулеттің беделін биіктететін, абыройын асқақтататын азамат, азаматшалар болсын. Өзіміз осы Амраға мен Салтанат құдағайға өте ризамыз. Құдағайлармен сыйластықтары жақсы. Рахмет, құдайым, жақсы күндеріңізге келе берейік осындай. Рахмет, құдағайлар. Салтанат құдағайды жақсы көретініңізді білем, айтайын ба? Кеше жақында мен 60 жасыма бармай қалды, құдағайларыммен болдым деді. Иә, содан білем мен. Негізі мен класстасым ғой. Ал енді сіздерден кейін мен Қатер апаны ортаға шақырайын. Негізі қазақ алу мен беруге жақын халықпыз ғой.
Қатері баққана келіңіз. Мына той құтты болсын баршамызға. Мына қызымыз қайда деп жатыр. Қызды біздер біреу емес екеу болып айдай аппақ, айдай қызбен әкеле жатырмыз. Ал көріндіктеріңізді тақтай беріңіздер барлықтарыңыз. Столдың басындағы отырғандар барлығын. Кәне біздің қызымызды, бикешімізді жақсы көретіндер болса кәне. Каспий гол. Ал енді қалтаға қолды саламыз, 10 000 теңгеден аламыз. Каспий гол болса Каспий гол. Народный болса народный дейді. Ал нағашыларға келіп тұр мінекей. Пенсиядағы апаларымыз. Мінекей орамал жауып жатыр. Мінекей апамыз беріп жатыр. Міне тағы мұражаттан бір апасы беріп жатыр, нағаш апалары. Енді төрдегі мына апамыз қалтасын қарап жатыр. Жанындағы апамыз да қалтасына қол салды. Бір салғандан мол салды деген. Қалтаға қол салайық деген қалтаға. Нағашылар қайда нағашы? Алыс ауыл арасын жақын болған нағашым, ағайынның арасын тату болған нағашым. Ақын жанды баласын ақын болған нағашым, батыр жанды баласын батыр болған нағашым. Осындай ұлы тойда нағашының төрден нағасын деп нағашылар келеді. Ал келеді. Мына жерде Абат деген менің досым отыр, ол да нағашысы керек. Әне Абат қалтасына қол салды, бір салғандан мол салды. Мына Алсекеңнің қырасы салса, екеуміз бір ауылда тұрамыз. Баласы әнші Алтынбек деген, 90 бір қошеметтен қояқ керек. Алып болдың ба? Міне жеңдеріңіз мінекей, аппақ айдайыз. Түгірі жіберіңіздер, Фатима деп қояқ. Мына жез тағы да қалтасына қол салды, вай. Соны маған білсін болды қателіпі. Қалған өз қала бер. Мана жақта да бар екен мінекей. Көбейіп кет. Шотар. Мына өзінің ағайындарын береді екен. Каспий гол дейді, Каспий гол. Куар дейді. Қатері баба қараса түсібіреді ғой дейді. Куар дейді, куар. Куар ма? Мына айтып жатқан бата тілектеріңіз бәрі қабыл болсын. Тілегін айтамыз ғой, әжелеріңіздің жасын берсін, жолын берсін. Рахмет, жұмысты болсын барлықтарыңызға. Бәрекелді. Айда қызымыз үлкен азамат болсын еліміздің. Осында келген ағайынның бәрі тілекші. Мынау қазақтың салт дәстүрі ғой енді. Сондықтан астына тай мінгізген нағашыларға ту болсын, бір қошемет болсын бәрекелді. Осындай арнайы алып келген жиендерін құрметтеп жатқан нағашы арман болсын. Нағашы деген қамдайды, қарасаң көзің тоймайды. Нағашы деген әрқашан жиеннің қамын ойлайды деген. Нағашы жұрт аман болсын деп бір болса қошеметтеп, ары қарай тағы да бір әнмен әрлеп жіберейік.
болса қорғасын болсын. Өмірдің мәні аналар, жүрегіңнен сенің мейірім шуақ таралар. Өмірдің гүлін, өмірдің жырын арқалап, ұлылар менен, даналар сенен жаралар деп. Аналарға туған сау қорғасын болсын. Ал енді алдымыздағы берген дәммен алыңыздар, осындағы әкелердің құрметіне желе бір ән болсын. Дендеріңізге Алла саулық берсін. Өмірге ұл мен қыз алып келіп, оларды ұяға ұшатын ұяға, қияға ұшатын қияға қондырып, солардың ұрпағының жалғасының тойын жасап жатсыңдар. Әрқашанда осы ниеттеріңді Алла қабыл етсін. Сүндеттелген баламызбен бүгінгі Айдай деген қызымыздың шілдеханасы болып жатыр екен. Осы қуанышта алыс жақындағы ағайындарыңды, құда жекжаттарыңды шақырып, осылардың ақтегімен батасын алайын деп жатсын, сол бата тілектерді Алла қабыл етсін. Ал енді құрметті құда-құдағилар, қадірменді бүгінгі осы тойға келген ағайын туысқандар, олай болса сіздердің рұқсаттарыңызбен бүгінгі тойымызды бастағалы жатырмыз. Әуелі сәлемдестік жалпыңменен жүректе оттай ыстық шарпи өлең. Рұқсат берсеңіздер той бастайық. Думаншыл қазағымның салтыменен. Ауыл барма ақсақалсыз ағасыз, оның айтқан нәрсесінен анасыз. Сөз берейік төрдегі құдаларға, тағылымынан үлкен ғибрат аласыз деп. Ал енді бүгінгі тойымыздың дастарханның батасын төрде тұрған құдалардан Іләһи әумин деп бата сұрайық екен. Ал құдалар. Құдеке. Сән тыныштан енді. Әкел. Әумин. Құдайы жарылып қалдыңған бақ қарасын, қыр жарысын, қырсық арылсын. Мына бала сүндетті отқан баламыз үлкен азамат болсын. Келіп атқан небері қызымыз бақытты қыз болсын, осы үйдің дастарханында бәрінің үйінде осындай той болсын. Әумин, Іләһи әумин айтқан тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Ал енді сіздерге арнайы жайылған дастархандағы дәмнен алыңыздар. Бүгінгі қуаныш құтты болсын. Олай болса, сіздер дәмнен алыңыздар. Біз бір әннен алайық, содан кейін бүгінгі тойымызды ары қарай тілектермен жалғастыратын боламыз. Осындағы келіп отырған біздің үлкен аналарымыз бар. Сол кісілердің құрметіне ана туралы бір ән жолдайын деп жатырмын енді. Сіздердің арқалап берген ақ тілектеріңізден, ақ баталарыңыздан Алла қабыл етсін.
Ал енді сіздерге арнайы жайылған дастархан басына шақырайық, бірақ бір биді барайық. Көкжиөліге ма біреуге билейік, келіңіздер. Құдағилар, келіңіздер, Амат қайда, Амат? Бір би болсын, құдалар келейік. Бүгінгі той баршамызға ортақ мына әбекеңнен салтанатты шарауындағы тойға құтты болсын деп келіп жатқандар бар. Жақсы ниетте батасын алып келіп жатқандар бар. Олай болса бір биді барайық, содан кейін. Ал кәне, кеттік кәне, келіңіздер бір би болсын кәне. Құрметті құдалар, қош келдіңіздер. Сіздерге арнайы жайылған дастархан басына жайғасамыз. Бүгін таңертеңнен бері сіздерді асыға күтіп жатқан осында құдаларыңыз бен салтанат құдағиларыңыз. Ал енді олай болса келіңіздер, төрлетіп орындарымызға отырып, дастарханымыздың ақ батасын беріп, ары қарай ақ тілектермен жалғастырамыз. Келіңіздер. Төрлетейік кәнекей. Төрге. Құдаларды отырыңыздар. Мен де бар екен, Сәкен де бар екен. Негізі мұрты бар адамдар мейірімді келеді дейді. Сталиннің өзі мейірімді болған ғой. Ал Сәке бүгінгі қуаныш құтты болсын. Деніңізге Алла саулық берсін. Мына төрден орын алып, құда деген құдайдың аты дейді. Әрқашанда осындай үлкен дастархандарда батаңызды беріп, ақ тілегіңізбен елдің көңілінен шығып, кейінгі ұрпаққа өзіңіздің алдағы аға екеніңізді көрсетіп, өнеге көрсетіп жүрген. Сондықтан енді бүгінгі тойдағы мынау ақ тілектің кезегі өзіңізге келді. Еселік естен кетпес жасыңдағы, бақытты білу қиын басындағы. Ертеулі бедеуаттай белдеулігі ініңнің қадірін білғасындағы деген. Бүгін інесіне басшы болып келген осындай ағаларымыз аман болсын деп, ақ тілектің кезегін Сәкен өзіңізге келейік. Рахмет. Мына азының біреуі айтылып жатқан таштар қабыл болсын. Екі баламыз
Адам қызмет етіп, үлкен азамат болсын. Бәрінің үйінде осындай той болып, аманшылықта, балдардың аманшылығын тойын тойлап жүре білейік. Рахмет, ағамызға да болсын, қошемет болсын. Енді осы ағамызбен бірге бір күтаға ғана беріп жіберейін. Ал, бір күтаға, құдаларға. Абайдың ағаш. Ассалаумағалейкум, бүгін тойлар құтты болсын. Құдалардың қадамы болсын. Бүгінгі сүндет той. Баланың сүндет тойы құтты болсын, үлкен азамат болсын. Мен деген жігіттердің бірі болсын, қалдай өмірсе болсын. Әрқашан қуаныштарың көп болсын. Әрқашан тойдап тойға келе берейік. Ал нағашылардың тосын үшін алып тастаймыз. Жоқ, енді осында тағы бір менің өзім бажам әбеке. Үлкен шаңырақты кесі әбеке, өзіңізде бір тілек айтыңыз. Сен ба? Екеуі бірге айтыңдар онда. Құрметті тойға жиналған қонақтар, міне бүгін барлықтарыңызға белгілі Әмір мен Салтанаттың немересі сүндет тойы кішкентай қыздың қырқынан шығарып жатыр екен. Міне осы тойлардың бәрі құтты болсын, барлықтарыңызға жұғысты болсын. Құдалар жағы сіздерге де той құтты бола берсін. Тойларыңыз тек той қыласыз. Жақсы күндерде осылай тойда кездесу нәсіп етсін, жастарыңыз бақытты болсын. Әбеке. Құрметті құдалар, біз сіздермен талай тойда тілек айтып жүрген адамбыз ғой. Бұл тойда құтты болсын. Әмір, енді бүгін жасап жатқан тойын құтты болсын. Абылайдың сүндет тойы, Айдайдың дүниеге келген тойы құтты болсын. Шейіттер отбасындағы той әрқашан тойға бассын. Құдалар келсе, тойға келсін, тойда би билесін, өлең айтсын. Сонымен бірге біздер де жүре берейік. Рахмет, ағалар, тілектеріңіз қабыл болсын. Отбасыларыңыздан осындай кереметтей жақсы күндер кетпесін. Осы балдарымызға, осы шаңыраққа арналған ақ тілекпен батаны Алла қабыл етсін. Бәрекелді. Ал енді ары қарай тағы да бір ән айтайын. Күйдің алсаң ләззатын, жырдың тасың шәрбатын, бар ма сенің арманың, кең жайлаған қазағым. Ұшқыныңды сарапшан, алтын орда мекенім, аңды бұлақ астанам, атыңдайды мақтанам. Ұшқыныңды сарапшан, алтын орда мекенім,
деп айту керек па не? Иә, сөйтіп айту керек. Иә, мына Қаленді. Бұл өлең мына Айтбек Тортаевтың көзінің әні, өзінің шығарған өлеңі композитор. Шашынан байқап отырған шығарсыздар енді, кім екен? Сал сері, жазушы. Анау мынау адамдардың үстін жазып беру керек. Барған жерінде қайтпайды. Айтпайды, айтса қайтпайды. Рахмет, Ятеке, рахмет. Ал енді соныменен ары қарай ақ тілектерімізді жалғастырайық. Мынау шынында да Шұдықпен Жарапшан Тамдыбұлақ Астанам дегенді 90 жылдары шығарғанбыз баяғы. Ел көшіп жатқан кезде. Ойпырмай мына елдің бәрі өзбекке қалатын болды ма деп. Ал енді сөйткен өзбегіміз де қазір жақсы ғой. Жақсы қатынып жатыр. Ал енді олай болса мен ары қарай ақ тілектерді жалғастырайын осындағы. Бүгінгі тойға келіп отырған біздің құдашаларымыз бар. Құдағиларымыз бар. Амангелді аға келмей қалды енді. Амангелді аға келді ме? Айеке қалайсың? О, менің сыныптасым қалай? Амансың ба? Амангелді ағам қайда? Тәке қайда? О, иә. Енді осында отырған, мынау бүгінгі келіп отырған, иә, осында біздің ағаларымыз отыр еді, бір ауыз құдағиларға жақсы тілегін айтсын деген ниетпенен ақ тілектің кезеңін сіздерге қарай барайын деп отырмын, иә. Иә, қуаныш құтты болсын. Осы қуанышқа келіп ортақ болып, осы шаңыраққа тілеген тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Отбасыларыңыз аман, деніңіз сау болсын деп Алғанеке өзіңіз бастаңыз. Ал енді мынау теңдік тәке, мына жақсы тілек айтылғанда бір адам ауымен десе, 1000 адамның ішінде бір адам ауымен десе, соны Алла қабыл етеді дейді. Сондықтан енді мына әмір мен салтанаттың шаңырағына келгенде шын жүрекпен ақ тілегімізді арқалап келдік. Осындағы айтылған ақ тілектерге ауымен деп отырайық. Алғанеке. Мына құрметті құдалар, Бикеш әмір, тойларың құтты болсын. Сүндеттерген баламыздың, шірәхана болып отырған қызымыздың өмірі ұзақ, дені сау, ата әжесіне, ата анасына бір құрметтейтін жақсы азаматша болып өссін. Тойларыңыз құтты болсын. Құрметті қонақтар, құдағилар, міне қайынсіңлім Бикеш әмір аға тойларыңыз құтты бола берсін. Міне немерелеріңізді сүндет етіп жатыр екенсіздер, сүндет тойға болсын, және кішкентайыңыз қызымыздың өмір жасы ұзақ болсын, үлкен азаматша болсын. Еліне елеулі, халқына халқылы азамат пен азаматша болып жетіле берсін. Көргендеріңіз қызықты осындай тойлар болсын, барлықтарыңызға осы той жұғысты болсын, барлықтарыңыздың үйіне той тілеймін. Амин. Тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Ал енді бір ән айтасыздар ма? Айт дегенде өлең баяу, аңырмаймын көзден ұшқан аққулай, мамырлаймын дедім ай. Осы кісілерді үйренгенсіздер ән дегенді. Шын. Құдағилар ән айтсақты? Құдағиларға береке. Маған бір қадерға. Жоқ, мынау сіздер қай жердесіздер негізі? Раушанның
Жоқ, қай жақтансыздар? Қарақалпақстаннан. Ол жыр мен термені әнді білмеймін деген өтірік. О жақтан Наурызек, Қарасайдың Нәкеңнің шәкірті өмекең шыққан жерден келгеннен кейін жырды сұрасаң Қожелден сұра, болмаса сырдан сұра деген. Сондықтан енді апа бір ауыз болсын. Қимайтын жан екенсің, жатияды қалқамау кез болдың ғой, қапияда шіркін. Мөкмөлдір жанарың ай, жаздыйдар жамалың ай, қалдым-ау тіл қаталмай, қарағым-ау, қасыңа сездіңге жанармадым, еріксіз қалқам саған ән арнадым. Айдың аршағынан келген ару, жалт етіп қарағаның күйге жару шіркін. Мөкмөлдір жанарың ай, жаздыйдар жамалың ай, қалдым-ау тіл қаталмай, қарағым-ау, қасыңа бара алмадым, сездің бе жан арманым, еріксіз саған қалқам ән арнадым. Аяңды болсын сенің шарғағың, қолыңды қош айтысып салмадым шіркін. Мөкмөлдір жанарың ай, жаздыйдар жамалың ай, қалдым-ау тіл қаталмай, қарағым-ау, қасыңа бара алмадым, сездің бе жан арманым, еріксіз қалқам саған ән арнадым. Айтайын деп жатыр, ана біз арасында да әнші. Бір көпірет айтайын енді. Ауылым көшіп барады, зиялыға ойдай, не жетеді баланың қиянына ей. Айтпаған өлең бұл, қайда айтамын ойдай, жиналған жұрт көпшілік зиялыға ей. Үкілі қыз қасың қара шашыңыз, майда қоңыр жайдарлы мінезіңіз ей. Үкілі қыз қасың қара шашыңыз, майда қоңыр жайдарлы мінезіңіз ей. Ауылыма көшіп барады, таудан асып ойдай, таудан асқан бұлтпенен араласып ай. Ел шалғайға кеткенде, еу қарағым ойдай, келіп кетіп тұрайық амандасып ай. Үкілі қыз қасым қара шашыңыз, майда қоңыр жайдарлы мінезіңіз ей. Үкілі қыз қасым қара шашыңыз, майда қоңыр жайдарлы мінезіңіз ей. Арматыңа рахмет. Бір тұтағам қаяғына қашып болды десем, өлең айтып қашып болар кез ғой. Бір тұтаға, мына татар қатынды қаяғына қашып болды деп сізді жүргем. Сөйтсем, өлең айтқан екен ғой. Жеңгесі болғасын ойнап отқан ғой. Ән айтсаңыздар, осындай қатар қаласыздар. Тойды қызықты өткізу екі жаққа да бірдей атсалысып отырыңыздар. Жастар, сіздер де алыңыздар. өнерлеріңізді көрсетіңіздер. Той қызықты болып өткізейік.
осы шаңырақтың үлкен құдасы. Күрте шыға бермейді бұл. Иә, енді ақ тілектің кезегін Клара қайда? Әрзеке. Клараны ортаға шақырайық, қане келіңіз. Әбеке. Әрзеке мынау. Әбекең деген біздің ағамыз. Бізді ең алғашқы музыкаға тәрбиелеген кісі. Иә, біздің ұстазымыз ғой негізінде. Бүгін енді осы шаңырақта ұлы той. Мынау біздің абай баламызды осы өнерден кенде емес. Негізі әкесіне ұқсайды деген шын екен. Әбеке бүгінгі қуаныш құтты болсын. Ал енді қос тойың қабат болсын, дүниең абат болсын деген шаңыраңа құдаң келіп, құдағилар келіп қуанып жатсын. Осы салтанат қуаныштарың құтты болсын. Дендеріңе Алла саулық берсін. Мына енді мен үлкен құдаға ақ тілектің кезегін берейін деп тұрмын. Содан кейін екеуің жанында тұрыңдар. Сіздердің осындай бұзылмайтын іргелі бірге болғанды қалайтын ел батасын берді үлкендер. Ақ тілегін айтты Рызеке. Ал қуаныштың құтты болсын. Бүгін енді сізбен танысып жатырмын. Негізінде осы келіннің бетін мен аштым ғой деймін, өзім ашқам иә. Ал жақсы күндер көп болсын. Отбасыларыңыз аман. Ал енді ақ тілектің кезегі өздеріңізге. Ал ассалаумағалейкум тойшы қауым. Той баршаңызға құтты болсын. Құдағи, мына той құтты болсын. Балдарымыз өссін, бөлсін, көбейсін. Әрдайым осылардың қызықтарын құттықтап жүре берейік. Қуаныштарың құтты болсын. Есек сол тойларыңа, жақсы күндеріңе келейік. Баршаңызға той жұғысты болсын. Бәрі үйіңе барсақ тойға барайық, жақсы күндеріңізге барайық. Рахмет сол бізді сыйлап, қуанышымызды бөлісіп жатқандарға. Рахмет. Құданы тыңдайық, құдағайды. Сөйлеп кетті. Болдым ғой сөйлеп, естімейсің оған. Жиеніміздің сүндеті құтты болсын. Айдай қызымыздың Ертең көресіз енді. болсын. Кейінен. Осындай той бәріне жұғысты болсын. Кішкентайлардың бауы берік болып, Аллайымызда үлкен жігіт болып оқуға барған, үйленген тойларында куә болып жүре берейік. Сол бәріңіздің де семьяларыңда амандық, отбасыларыңа амандық, дендерің сау болсын. Осындай той бәріне жұғысты болсын. Құтты болсын. Рахмет. Рахмет, бір доғыл соң қошемет болсын Рызеке. Клара, бүгінгі қуаныштарың құтты болсын иә. Мына әке мен шеше ұрпаққа тілекші дейді. Осы тілектеріңді Алла қабыл етсін. Дендерің сау, отбасыларыңыз аман болсын. Әрқашанда Құда мың жылдық дейді Әбеке. Мың жылдықты жалғастыратын ұрпақ екен. Сол ұрпақтар аман болып, солардың қызығын көріп, олардан өсіп өнетін ұрпақтың қызығын көруге Құдаларыңмен бірге сіздерге Алла ғұмыр берсін. Дендерің сау, отбасыларың аман болсын. Рызеке таныстырғанға қуаныштымын. Клара, әрқашанда жақсы күндерің көп болсын. Тойларың болып шақырып жатсаңдар келеміз. Қуаныштарыңда бірге боламыз. Мынау Абатты бірге шақырайын демем, Абат көрінбей тұр енді. Мына класстасы. Абат қайда кетті? Ал енді олай болса ортаға бір биле барайық құдалар болып. Осы кезде сіздерге де бір тілектің кезегін беріп жіберейін ба? Кейіндеу ма? Ал онда құдаларға да болса бір қошемет болсын ағайындар.